Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір сіздермен жаратылыстану пәнін өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазықтар мен таулар. Сен бүгінгі сабақта жер бедерінің түрлерімен танысасың. Таулар мен жазықтардың ерекшелігін білетін боласың. Негеш пен Эврика саяхаттаған жерлерін фотоға түсірді. Фотосуреттерге қарап, олардың қандай жерлерге саяхат жасағанын анықтай аласың ба? Жолдар неге әртүрлі? Ол нені білдіреді? Жарайсыңдар, балалар. Негеш пен Эврика таулы және жазық жерлерге саяхаттады. Құрлықтағы жердің ойлы, қырлы пішінін жер бедері дейміз. Жер бедері таулы және жазықты болып бөлінеді. Жер бетіндегі биік жерді тау, ал тегіс жатқан жерін жазық деп атайды. Таулар биік, орташа және аласа болып бөлінеді. Бірнеше тау жотасы бірігіп, тау жүйесін құрайды. Әлемдегі ең ірі тау жүйелеріне Гималай, Тянь-Шань, Альпі, Кордильер, Анд таулары жатады. Олар биіктігімен ғана емес, мұздығымен де ерекшеленеді. Аласа тауларда мұздық болмайды. Оларды негізінен шөп жауып жатады. Мұндай тауларға сарыарқа таулары жатады. Ендеше балалар, бейнефильмге назар аударайық. Гималай әлемдегі ең биік тау, ал оңдағы ең биік шың Джамалунгма шыңы. Гималай тауының ұзындығы 2400 км, ал ені 350 км. Жапониядағы ең биік тау Фудзияма. Фудзи Токио қаласының оңтүстік шығысынан небәрі 80 шақырымдай жерде оқшау тұрған жанартау. Батыс жартышардағы ең биік тау Аконкагуа болып табылады. Ол батыс Аргентинаның Чилімен шекараласқан жерінде орналасқан. Ал Олимп тауы Грекиядағы ең биік тау болып есептеледі. Әлемдегі екінші үлкен континент Африка. Африкадағы таулардың басым бөлігі жанартау атқылауынан түзілген. Килиманджароның биіктігі 5895 метр, ал Кенияның биіктігі 5199 метр. Бұл екеуі де сөнген жанартаулар болып есептелінеді. Жазықтар тегіс және төбелі болып бөлінеді. Елімізде Батыс Сібір жазығы, Тұран ойпаты, Каспий маңы ойпаты деген үлкен жазықтар бар. Олар шаруашылыққа өте қолайлы. Жазық жерлерге елді мекендер орналасады, егін егіледі. Жазықтың теңіз деңгейінен төмен жатқан жері ойыс деп аталады. Еліміздегі ең терең ойыс Қарақия ойысы. Енді балалар, тапсырмаға назар аударайық. Сызбаны зерделе. Тауға және жазыққа жататын
жер бедерін ата. Өлшемдер нені білдіретінін айта аласың ба? Ойыс деген ұғымға сипаттама беріп көр. Тапсырманы орындау барысында сен глоссарийді пайдалана аласың. Жарайсыңдар балалар. Ойыс құрлықтың теңіз деңгейінен төмен жатқан нүктесі. Жазық тегіс жер бедері болғандықтан, ойпат, жазық, төбе, үстірт, қырат жазыққа жатады. Ал тау жер бедерінің биік пішіндері. Сондықтан аласа тау, орташа тау, биік тау болып бөлінеді. Ал енді балалар, қалай ойлайсыңдар? Тау жазыққа айналуы мүмкін бе? Өте жақсы, дұрыс айтасың. Тау жазыққа айналуы мүмкін. Ол үшін біз мынадай тәжірибе жасай аламыз. Бірінші, үлкендеу табақшаға құм құямыз. Одан соң оны жел болып үрлейміз. Сосын оған аздап су бүріккішпен су құюға да болады. Содан кейін табақшаны қозғалтамыз. Осы тәжірибеге сүйенсек, әртүрлі сыртқы күштердің әсер етуінің нәтижесінде таулар да осындай үгілуге ұшырайды. Сыртқы күштердің әсерінен үрленеді, судан сырғиды. Жер қозғалысынан таулардың кішірейіп, жазықтарға айналуы мүмкін екеніне көздерің жетеді. Дегенмен, осы құбылысты біз байқай бермейміз. Таулардың жазыққа айналуына ұзақ уақыт кетеді. Оқушылар, бізде келесі тапсырма дәптермен жұмыс. Яғни, дәптерімізге жер бедерінің түрлерін жазып, сәйкестендіреміз. Жазықтар және таулар. Жарайсыңдар балалар. Сәйкестендіруді өте жақсы аяқтадыңыздар. Яғни, жазықтар
ойпат, жазық, үстірт, қырат. Ал таулар аласа, орташа, биік. Сен білесің бе, әлемдегі ең биік шың Гималайдағы Эверест шыңы. Бұл шыңды ағылшын зерттеушісі Джордж Эверест ашқан. Ол Джомолунгма деп те аталады. Джомолунгма жергілікті Тибет тілінен аударғанда таудың қасиетті анасы деген мағынаны береді. Ал төмен жатқан нүкте Арабиядағы Өлі теңіз. Ол теңіз деңгейінен 402 метр төмен жатыр. Есте сақта, жер бедері таулы және жазықты болады. Таудың ең биік нүктесі шың. Құрлықтың ең төмен нүктесі ойыс деп аталады. Жарайсыңдар балалар, сендер бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.